Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерді тіл дамыту сабағында көруге қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойыншықтар. Балалар, тақпақтарды тыңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Үлкенмін ғой, міне мен. Ойыншықтарды жинаймын. Мәшинеге мінерем, шанағына сыймаймын. Добым менің домалақ. Тоқтамайсың домалап. Үстел үстің бүлдірдің, тәрелкені сыңдырдың. Теңтек болып кеттің деп, тұрмыс сені тепкілеп. Ойыншығым қуыршақ, не берсем де жемейді. Еркелігі соншама, көтерсем жүрмейді. Ойыншығым қояным, қорықпайды, қашпайды. Тәтті сәбіз ұсынсам, ұстай алмай тастайды. Балалар, бұл тақпақтарда қандай ойыншықтар туралы айтылған? Мәшине, доп, қуыршақ және қоян. Дұрыс айтасыңдар. Ал ойыншықтарды қандай материалдардан жасайды? Металл, резеңке, пластмасса, мата мен мақта, ағаш. Суреттегі мәшиненің бөлшектерін менімен бірге атаңдар. Шанақ, доңғалақ, есік, айна, терезе және тағы басқа. Бейнероликті тоқтатып, қуыршақтың бөлшектерін өздерің атап көріңдер. Қызғаншақ қыз бала ойыншықтарымен бөліскісі келмейді. Онда ол не деп айтады? Қуыршақ? Менің қуыршағым. Мәшине? Менің мәшинем. Доп? Менің добым. Дабыл? Менің дабылым. Шелек? Менің шелегім. Қоян? Менің қояным. Пирамида? Менің пирамидам. Ұшақ? Менің ұшағым. Текше? Менің текшем. Аю? Менің аюым. Жұмбақты шешіңдер. Бұл ғажап кірпіштерді сыйлыққа маған берді. Мұнара салып бұзамын, жаңадан үйді саламын. Текшелер, дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар. Ойыншықтар туралы ертегіні тыңдап, сұрақтарға жауап беріңдер. Баяғыда аю, қоян, маймыл үшеуі дос болыпты. Достар бір-біріне әрдайым көмекке келіп, тату өмір сүрді. Қуыршақ өте сұлу, әдемі болыпты. Ол өз әдемілігіне масаттанып, басқа ойыншықтармен ойнамапты. Аю, маймыл, қоян оны ойынға шақырса, бармапты. Бір күні қатты жел соғып, қуыршақ еденге құлап қалыпты. Оның әдемі көйлегі жыртылып, шашы үйісіп қалыпты. Оны көрген аю, қоян, маймыл қуыршақты аяп кетіпті. Аю қуыршақты жерден көтеріп, маймыл шашын тарап, ал қоян болса көйлегін тігіп беріпті. Оған қуыршақ қатты риза болып, аю,
қоян маймылмен айрылмас дос болыпты. Балалар, бейнероликті тоқтатып, менің сұрақтарыма жауап беріңдер. Ертегіде қай ойыншықтар дос болды? Аю, қоян және маймыл дос болыпты. Қуыршақ басқа ойыншықтармен неге ойнаған жоқ? Ол өз әдемілігіне масаттанып, басқа ойыншықтармен ойнамапты. Балалар, масаттану бұл мақтану, біреуді менсінбеу деген мағынаны білдіреді. Жел соққанда қуыршақпен не болды? Қуыршақ еденге құлап қалыпты. Оның әдемі көйлегі жыртылып, шашы үйісіп қалыпты. Аю, маймыл және қоян қуыршаққа қандай көмек көрсетті? Аю қуыршақты жерден көтеріп, маймыл шашын тарап, ал қоян болса көйлегін тігіп беріпті. Қаптарда қандай ойыншықтар жатқанын тауып алыңдар. Бірінші қапта не жатыр? Қоян, дұрыс. Ал екінші қапта? Доп, тамаша. Үшінші қапта? Мәшине, өте жақсы. Соңғы қапта? Қуыршақ, дұрыс таптыңдар. Схема көмегімен сүйікті ойыншықтарын туралы әңгіме құрастыру қажет. Бірінші суретте ойыншық атауын айту керек. Екінші суретте оның өлшемін айтасыңдар. Үлкен немесе кішкентай. Үшінші суретте ойыншықтың түсін атаймыз. Келесі суретте қандай материалдан жасалғанын айтамыз. Ал соңғы суретте бұл ойыншықпен қалай ойнау керектігін айтамыз. Мысалы, менің сүйікті ойыншығым қуыршақ. Ол кішкентай. Қуыршақтың шашы қоңыр, көйлегі күлгін түсті. Қуыршақты пластмассадан жасайды. Мен қуыршақтың киімін ауыстырамын, шашын тараймын, ұйықтатамын, бесік арбаға жатқызамын. Менің сүйікті ойыншығым мәшине. Ол кішкентай, түсі қызыл. Мәшиненің шанағы металдан, ал доңғалақтары резеңкеден жасалған. Мен мәшинені жүргіземін, сигнал беремін, есіктерін ашамын. Балалар, ойыншық туралы әңгіме құрастырған кезде бір сөзбен емес, сөйлем құрастырып айтамыз. Ал енді бейнероликті тоқтатып, өздерің айтып көріңдер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.